Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін өте дәмді әрі сочный болып шығатын тауықтың рецептісімен бөлісемін. Бір жегеннен ғашық боласыздар. Ол үшін бізге тез пісетін бройлер тауығы қажет. Мен маринованный тауық сатып алдым. Ал гарнирге рис жасаймын. Өте рассыпчатый, өте дәмді болып шығатын рис жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер мен сияқты дайын тауық талғыларыңыз келсе, описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Инстаграм парақшасына жазасыздар, сонда заказ беруге болады. Тек Шымкент қаласынан болсаңыз болды. Енді пергамент төсеп тауығымызды салып, 180 градуста 1,5 сағаттай пісіріп аламыз, верх-низ режимінде. Ендігі кезекте біз күрішімізді дайындаймыз. Күрішімізді тазалап жуып, суынан ағызып, кептіріп қоямыз. Қызып тұрған табаға май қойып, жақсылап 30 секундтай қуырып аламыз. Барлық рис бірыңғай болып қуырылу қажет. Осылай араласқанда бір-біріне жабысып бөлініп тұрған кезде уже дайын деген сөз. Асты қатты отта тұруы қажет. Ендігі кезекте біз қайнап тұрған суымызды ристің үстіне құямыз. Осылай видеодағыдай қатты көпіршіктер шығу қажет. Қайнап тұрған суымызды ристің үстінен 1-2 см асырып құямыз. Осы массамыз қайнаған кезде тұзды саламыз. Қақпағын жауып, жай отқа қойып пісіреміз. 15-20 минуттай өтті, күрішіміз толықтай пісті. Егерде сіздерде суы сәл аз болып қалса, суын құйсаңыздар болады. Өте рассыпчатый және де өте дәмді болып шығады. Біздің тауығымыз да пісіп шықты. Мен ровно 1 сағат 15 минут ұстадым. Өте корочкалы, өте дәмді болып шығады. Бұл тағам өте ыңғайлы. Болады ғой, бір күндері шаршап тұрасыз, немесе бір аяқ асты қонақтарыңыз кеп қалды. Сонда тауығыңыз маринадталған болып жатса, духовкаға саласыз да болды, пісіп шығады. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.